Үйлендіретін шәй. Авторы Мықтыбек Орастайұлы. 10-11 жасар кезім болатын. Көршіміздің Иса атты ұлы 26-27-ге келгенше үйленбей жүрді. Өзінен кейінгі інісі үйленіп бір балалы болса да, бұл бойдақ жүре берді. 70-тен асқан анасы соны уайымдаумен күн өткізеді. Көрші ауылда ауырған сырқағанға дем салатын молда бар. Үйленбей жүрген көршіміздің анасымен түйдей құрдас. Ауыра қалса өзі де үшкіріп бер деп соған жетіп барады. Баласының үйленбей жүргені жанына батқан әже енді сол молдекеңе барып қолқа салады. Демін күшті ғой, бір амалын жасап баламды үйленетін қылып бер. Ана кісінің қолынан ол іс келмейтіні анық еді. Көз көрген құрдасы өтініп қоймаған соң, жарайды, суға дем салып берейін, соны қайнатып ішкіз. Оп-оңай ғана ем-домды айтқанына ана байғұс қуанып кетеді. Солай жасасам үйлене ме? Молда иә дей қоймайды. Олай айтайын десе өз десен демес, жоқ десе кемпір байғұстың көңілі қалады. Үйленетін шығар деп екі-үшті бірдеңені айтып құтыла салады. Жоқ, олай құтылма, үйленетіндей қылып дем сал. Молда дағдарады. Қазір үйленбесе де түбі бір үйленеді ғой деген оймен, иә, үйленеді. Мына суды апарда қайнатып ішкіз. Кемпірдің сұрағы онымен де бітпейді. Заварка салып ішкізсе де бола бере ме? Иә, бола береді. Кемпір байғұс молдекеңнің айтқанын бұлжытпай орындайды. Сол үйдің мен құралпы баласы мұның бәрін маған айтып қойды. Иса көкем үйленейін деп жатыр. Әжем оған сиқырлы суды қайнатып береді. Соны ішсе үйленеді екен. Деген соң сол күні көршінің үйіне мен де барып отырып алдым. Кемпір байғұс дем салынған суды қызғыштай қорып жүр. Ешкімді жолатпайды. Ішуші болмаңдар, Иса жаңа қайнатып беремін. Сол ғана ішеді деп қазанның астына от жағып отыр екен. Кеш батты. Иса күнделікті жұмысынан келіп, жуынып ішке кірді. Иса қайда барса сонда барып, соңынан қалмай еріп жүрміз. Қасиетті судың кереметін көргенше асықпыз. Анасы болса оған манағы оқытылған судан шәй жасап алдына апарып берді. Исаның ойында ештеңе жоқ. Алдына келген тамақтан бір асап қойып, шәйден ұрттап іше бастады. Қайтер екен, мен үйленемін деп айтар ма екен деген қызығушылықпен Иса көкеге тесіле қарап қалыппын. Мен ғана емес, қасиетті су жайлы білетіндер, анасы да, мен құралпы сол үйдің ұлы да көз алмай не болар екен деген оймен Исаның аңысын аңдып отыр екен. Дегенде бұл қалпымызды байқамаған Иса сәлден соң маған, анасына, мен құралпы інісіне кезек-кезек көз тастады да, тыныштық па? Мен жаңа көргеннен саусыңдар ма? Деді. Үндемейміз. Дем салынған судың әсер еткенін, мен үйленем деген сөздің аузынан шыққанын күтіп отырғанымызды қайдан білсін? Шәй ішсеңші, деді Иса маған. Көршінің баласы болған соң, жасап жатқан ілтипаты екенін қайдан білейін? Жоқ, ішпеймін, деп шошып кеттім. Ана шәйді ішсем болды, мен қатын аламын деп шыға келетін сияқтымын. Дастарханнан шегіншектей жөнелдім. Иса күлді де қойды. Өздеріңіз шәй ішпейсіздер ме? Неге үндемей отырсыздар? Деді анасына. Жоқ, өзің іше бер. Сен ішіп болған соң ішеміз, деді анасы. Сіз ана шәйді ішіп тауысқан соң ішеміз, деді мен құралпы бала. Ана қасиетті шәйді ішуге ол да қорқып отыр. Иса шәйді ішіп тауысты. Үйленемін деген сөзді айтатын түрі жоқ. Сол сөзді күте-күте шаршады ма, анасы әңгімені өзі бастады. Әй, сен осылай жүре бересің ме? Қашан үйленесің? Иса анадай жердегі жастықтың бірін алды да теледидарға қарай оңтайланып жамбастай кетті. Анасына үйленеміз ғой, не асығыс, деп құлықсыз жауап бере салды. Дем салынған шәйдің күші бойына әлі дарымаған сияқты. Тамақ буынына түсті ме, әлде қатты шаршап келді ме, жатқан жайында қорылға басты. Анасы үстіне көрпе жауып әлек. Ессіз қағыр, ана су әсер етпеген бе деймін. Мынаның әлі үйленетін ойы жоқ қой, деп сөйлеп жатыр. Әй, осы мен басқа суды қайнатып берген жоқпын ба? Деді енді бірде. Біз үндемейміз. Неге үндемейсіңдер? Деп енді бізге дүрсе қоя берді. Суды сендер ішіп қойғаннан саусыңдар ма? Ойбай, біз ішкен жоқпыз. Біз ішкен болса қатын аламыз деп шығар ек қой. Аңқау апамыз сене қалды. Иса 8 айдан соң үйленді. Әрине оған әлгі оқытылған судың еш қатысы жоқ.
тіпті ол қасиетті су анасының есінен де шығып кеткен болатын.